Біздің ел мезі болдау айып пұлдан. Бірақ штраф бейшара таксистердің 7 күндік табысын жойып тынған. Камерамен аңдытып одан қалса гаилер жүр қалтаңды шайып тұрған. Біреудің 500 мыңдық көлігінің штрафын 1 миллионға лайық қылған. Айып пұлдың өз емес мәселе оның, көлемі ғой төбеңді ойып тұрған. Салықтың да пайызы кит секілді балықтың көлеміне сайып тұрған. Онсыз да әр тиынын санап жүрген елге әр тиынын бетіне айып қылған. Салықтың салмағы ғой талай майда шүйде кәсіпті майып қылған. Налог пен штраф салып, елді қинап кімдер екен шынымен байып тұрған. Салық құны халықтың пұлы менен бюджетіңді толтырып байыттырған. Мен кейде бюджетіңе таң қаламын, жиған терген дүниеңді ғайып қылған. Қаққандаған соққанда сөлін алып, өз еліне алақан жайып тұрған. Қарызға нам бергенді естуші едік, қарайды бұл сұмдыққа кім түсіне. Денсаулыққа салатын ақшасы жоқ проблема қаржы боп тұр мың кісіде. Ал ақшаны табатын денсаулық жоқ, ауру кесе қарамас түрдісіңе. Жай ғана стоматологқа кіріп шықсаң, кем 30 мың сұрайды бір тісіңе. Арғы жағын есептеп көріңдерші, 32 тіс бар ғой бір кісіде. Тегін деп вакцинаға мәз боп жүрміз, әртүрлі ауру еккен жұрт ішіне. Одан да дәрілерді арзандатсын, шыбын шіркей жасырмай мұрт ішіне. Тегін емдеу керек қой, қарызға емес министрлік аралассын ол түсіне. Әйтпесе Корея мен Түркияда емделіп үлкені де жүркіші де. Денсаулығың болмаса сорлылық қой, дүниенің орансаң да мүлкісіне. Мемлекеттің байлығы адам болса, нағыз байлық денсаулық шын кісіге. Ұлтыңды қарызға емдеп күлкі болсаң, ұрпақтың зар боларсың күлкісіне.